Құрметті студенттер, бүгінгі оқитын дәрісіміздің тақырыбы дәрілік препараттардың тұрақтылығын анықтау, дәрілік препараттардың тұрақтылығын жоспарлау және жаңа фармацевтикалық субстанциялардың тұрақтылығын анықтау. Жалпы бұл дәрісіміздің аясында Қазақстан Республикасының әділет заңында қарастырылған номері 165-ші бұйрық бойынша сөз қозғайтын боламыз және дәрілік препараттардың досьесін жинау бойынша 248-ші бұйрық бойынша, сонымен қатар ICH-Q1-R2 халықаралық стандарттар бойынша дәріс оқитын боламыз. Жалпы студенттер фармацевтикалық өндіріс орнында әрбір дәрілік препараттарды шығару үшін бізде көрсетілген тұрақтылықтарды 3 топқа бөліп қарастырамыз. Біріншісі ұзақ мерзімді тұрақтылық, екінші тұрақтылығымыз ол жеделдетілген тұрақтылық, үшінші аралас. Сонымен қатар кейбір қосымша мәлімет ретінде стресс тестинг және инсур стабильность бойынша, тұрақтылықтар бойынша айтатын боламыз. Бірінші ұзақ мерзімді тұрақтылықтан өту ол 12 және 36 айды қамтиды. Олардың 12-36 ай ол әрбір дәрілік заттың сақтау мерзімін анықтайды және жарамдылық мерзіміне де сай болу керектігін көрсетеді. Олардың негізгі RH номері 20+-2 және ылғалдылық 40+-5 аралықта сақталатын болады, тұрақтылыққа өтетін болады. Екінші жеделдетілген тұрақтылық ол әрбір дәрілік препараттарды 6 айға жүргізіліп отырады. Себебі жеделдетілген тұрақтылығы ол жердегі негізгі нормасы 40+-5 және ылғалдылығы 70+-5 нормативті көрсеткіштерді қамтитын болады. Үшінші аралық тұрақтылық ол дәрілік заттардың аралық өнімдерінің немесе көмекші заттарының орнының басу немесе ауысу барысында жүзеге асырылады. Олардың негізгі температурасы мен ылғалдылығы жеделдетілген дәрілік препараттар сияқты 40+-2 және 65+-5 норманы қамтитын болады. Негізгі олардың әсер ететін факторлары 3 фактор болады. Ол жарық, температура және ылғалдылық. Себебі Қазақстан Республикасының әділет заңындағы 165-ші бұйрықтың негізгі 18 қосымшасында көрсетілген калибрлеу дозасының негізгі нормативті стандарттары ол 4 аймақтық кластарға бөлінеді. Неге? Себебі стресс тестинг ол субтропикалық аймақтар мен тропикалық аймақтықтарда жүзеге асырылады. Ол 4-ші қосымшада көрсетілгендей әрбір дәрілік заттың 35 градус жоғарыда сақталынатын дәрілік препараттардың тұрақтылығына әсер ететінді айтатын боламыз. Сонымен қатар бізде әрбір дәрілік препараттарды клиникалық сынақтан өткізу үшін 248-ші бұйрықтың 7-ші тармағы бойынша ол тұрақтылық деп аталады. Ол не үшін керек? Әрбір препараттың өзіндік досьесін жинаған кезде біз құжаттылықтардың реттілігін сақтаймыз. Себебі әрбір препараттың қандай GMP стандарттарында бар ма, GMP стандарттан өткен ба өндіріс орны, өтпеген ба, соған тікелей байланысты тұрақтылықтардың негізгі мемлекеттік фармакопия бойынша олардың сақталу шарттарын тез қатаң сақтауымыз керек. Неге? Себебі әрбір препараттың өзіндік жарамдылық мерзімі ол реестрге тікелей еніп отыратын болады. Сонымен қатар
әрбір дәрілік препараттардың негізгі қосымша мәлімет ретінде фототұрақтылық бар. Неге? Себебі косметикалық өнімдердің ГОС немесе МЕМС стандарттары бойынша, ISO халықаралық стандарттар бойынша, GMP негізгі талаптар бойынша жүзеге асырылады. Себебі ол теріге жаққан кезде тікелей қандай бағытта сіңіп отыратынын анықтаймыз. Жалпы жаңа фармацевтикалық субстанциялардың шығу тегі қандай? Ол органикалық па, биорганикалық па, немесе дәрілік өсімдік шикізатынан алынған ба? Ол бойынша да жетік механизмдерін талдау керекпіз. Себебі әрбір перспективалы дәрілік препараттарды жобалау олардың негізгі тікелей нормативті көрсеткіштерінде сақтауымыз керек. Себебі 165-ші бұйрықтағы әрбір заттың сапасын бақылау, жарамдылық мерзімін, калибровкасын, яғни олардың климаттық зоналарына байланысты әрбір этаптарға бөлуі, ол біздің әрбір дәрілік заттың тұрақтылығын сақтау шарттарының талаптарына сәйкестігін анықтаймыз. Негізінде әрбір дәрілік заттардың фармацевтикалық өндірістен алатын негізі мемлекеттік фармакопияның 3 томы бойынша да жүргізіліп отырады. Себебі неге? Әрбір заттың микробиологиялық тазалығына да байланысты оларды категорияға бөліп қарастырамыз. Медициналық бұйымдарды да олардың тип бойынша бөліп қарастыратын болсақ, 1, 2, А, Б және 3. Ал мемлекеттік фармакопия бойынша оларды 4 категорияға бөліп байланыстырамыз. Тазалық кластары бойынша. Неге? Себебі ол негізгі сақтау шарттарының бір функционалдық қызметі болып қалыптасады. Осы негізде бізде жалпы химиялық тұрақтылық, физикалық тұрақтылық және микробиологиялық тұрақтылық. Неге? Себебі физикалық тұрақтылықта әрбір заттың өзінің контаминациясына ұшырамау үшін физикалық қасиеттеріне байланысты олардың жаңағы түрі, түсі деген сияқты. Ал химиялық олардағы pH мәндері, аналитикалық әдістер арқылы жасалған pH мәндеріне қарайтын болсақ, ал микробиологиялық тұрақтылық ол сіздің тікелей жасап жатқан дәрілік препаратыңыздың қандай фармакологиялық әсері бар және олардағы анаэробты, аэробты бактериялардың түзілу, үзілу процестерінен негізделіп отырады. Осымен біз бүгінгі дәрісімізді аяқтауымызға болады. Назарларыңызға рахмет.